Сәлем қыздар, бүгін сіздермен дәмді әрі қытырлақ болып шығатын вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқамызды осылай жарып аламыз. Кейін үстіне 1 стакан шекерімізді саламыз. Осы стаканның мөлшерімен есептейміз барлығын. Осылай шекеріміз бен жұмыртқамыз бір-біріне толық араласқанша миксерлеп аламыз. Миксер болмаған жағдайда шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Кейін осылай миксерлей отырып, жаңағы жұмыртқамызды араластыра отырып, үстіне еріген сары майымызды жайлап шетінен құйып отырып араластырамыз. Содан кейін бір осындай жаңағы шеке салған стаканымызбен ұн салатын боламыз. Және де барлығын тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Біздің ұнымыз түйіршіктеніп, массамыздың ішінде жүрмеуі қажет. Осылай араластырып болғаннан кейін өзіміздің вафли пісіретін аппаратымызда бір осылай қасықпен немесе ожаудың көмегімен салып 2-3 минут аралығында пісіріп аласыздар. Енді оны түю өздеріңіздің қалауларыңызда. Мен трубочка етіп орап жатырмын піскен соң. Сіздер осындай трубочка етіп және де басқаша мороженыйдың сыртына ораған сияқты етіп жинап алсаңыздар болады. Балаларыңызға печеньенің орнына да пісіріп берсеңіздер болады. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.